Cherry компаниясы ұсынған Cherry Tiggo 8 Pro маркалы автокөлігі үшін демеушіміз Cherry компаниясына алғыс білдіремін. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі жұлдызды такси бағдарламаның кереметтей қонағымен таныстырғым келіп отыр. Парадис Асқар Көмекбаев. Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Жалпы Асеке, жағдайыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңізде қалай, кәсіп қалай? Жақсы, аман есен. Отбасыңыз аман ба? Аллаға шүкір. Енді Асеке, жалпы қалада жүргеннен кейін көбіне фермаға барып, жалпы жаңағы айтқандай саумал ішіп қайтуға уақыттың жоқтығы қазір қысады ғой көптеген нәрсені. Алматыда тем более. Иә, жаңа енді қымыз, шұбат дегендерді көп ішемін дедің. Сол секілді BB Partners демеушіміз ұсынған дәл осындай капсула түріндегі саумал, табиғи саумалдан еш кем түспейтін саумал, бұл сізге капсула түрінде. Бұл саумалды кәдімгідей кеп тұрып, ұнтақ қылып, соңында бұны капсула қылып жасаған болып тұр ғой. Былай айтқанда, қазір көпшілігі Алматыда тіршілік таңнан кешке дейін жұмыста жүреді. Мына қаланың шетіне барып саумал ішуге уақыт жоқ, кептеліс деген сияқты. Сондықтан қалалық, былай айтқанда, саумалды жақсы көретін жандарға арналған капсула дейсің ғой. Бұны сумен ішесің, ішіңе саумал болып барады. Саумал болып барады. Және де сол саумалды сауған кездегі жаңағы күшін сол күнше сақтап, оны қатырып саумал қылып жасап тұр ғой. Иә. Жаңа енді айтқандай өте пайдалы, бойында дәрумендер өте көп. Өзіңіздің енді сапарда, жаңағы той сапары бар, гастроль бар, отбасыңыздың, өзіңіздің қасыңызға алып жүрсеңіз болады. Иә. Достарыңызға ұсынып деген сияқты, жалпы денсаулық сақтау керек. Иә. Бір уақытта неше адамның дауысына ене аласыз? Біз елестетсек, мысалы телефон арқылы мен қазір телефонмен бір кісіге звондадым. Мен телефонды сізге бердім. Осы жерде бір қанша адам отыр, бір сонша дауыс салып бере аламын дейтінде қанша адам дауыс саласыз? Іспен көрсетейін да. Ассалаумалейкум, дом. Я бы хотел вас поздравить, дом. Чай пьем, дом. Сейчас трубку дам, сержант, братан. Сейчас будет поздравить тебя, дом. Так, короче, ты чё? Була? Я сейчас трубку дам. Нұржан будет с тобой общаться. Енді мені көбісі тука дейді ғой. Боқтамай қойайын. Сыдан келеді, сөз айтпай қойайын. Мен Қайрат Нұртас інім қасымда отыр, Қайратқа берейін. Ассалаумағалейкум. Қалдарың қалай? Мен қасымда Нұрлан Еспанов отқан ғой, трубканы берейін. Ойбай, қалайсың Руслан? Біз деген мына жақта Бауыржан екеуміз плов жеп жатырмыз ғой. Мына пловты көрсең бар ғой, бетпен құлайтын плов ғой. Рахмет, біз хабарласамыз, мына жақта кальян шегіп жатыр едік қой. Кете береді ондай. Көп. Бірақ әзірге 6 адамның бір уақытта бар, есіме түспей тұр, кім салатын? Мадияр Серікбаевтың дауысын салам. Қарекет қор. Ассалаумағалейкум, достар. Баршаңызға Алла разы болсын. Бұл Мадияр Серікбаев. 5 балалы анаға сіздердің берген ақшаларыңызбен үй әперіп жатырмыз. Осындай сияқты. Өте керемет. Енді мен бір қазір 3 әншінің атын атайын. Сол 3 әншінің дауысыменен бір әнді шырқап берсең. Ол 3 әнші Мейрамбек Беспаев, Заттыбек Көпбосынұлы және Қайрат Нұртас. Егер мен Мейрамбек Беспаевтың дауысын салып ән айта алатын болсам, пародияны қойып кетіп әнші болып кететін. Бірден әнге кетіп қалатын мен. Әнге кетіп қалатын. Біреу айтып еді маған, Димаш сала аласың ба деп. Димаш салатын болсам не қыламын? Пародия салып, қиналып, кетіп қалмаймын ба конкурстарға қатысып? Енді мен Мейрамбек аға, Заттыбек ағаларға былай пародия жасап көрмеппін, жасай алмайды екенмін. Өйткені қолдан келетін істі істеген дұрыс та. Мысалы Нұрлан Еспановтың әндері көп, қыздар ай деген. Тағы бір әндері бар, сен деген. Соның бір ән айтқан кезде тыңдаймын, сөйтсем Нұрлан аға ән айтқан кезде басқаша айтады екен. Аялаған назым, қолпырған гүлім, саялаған жалын, шуақты күнім, сен қоралаймысың. Мен ән айт десе ән айтам, әзіл айт десе әзіл айта берем ғой. Менің әндерім мұхит қой. Бауыржан, өткенде бар ғой, мен ән жазған ғой. Сөйтсем ешкім тыңдамай жатыр ғой. Қайтеме Бауыржан, әндерімді OLX-қа сап қоям ба?
енді Нұржан Төлен деп ән айтсын. Нұржан Төлен дейтін баяғы қандай әні болатын. Хит болған кезінде. Ойпырмай сол қыздай, қарақат көзі ұл қыздай, ойды ой былқылдап, сылқылдап, жанар отты жылтылдап, ұстараның чөзіндей тұр ғой ылпылдап. Рахмет деп қой. Енді Асқар мырза, жалпы қуаттанып алсақ қалай қарайсыз? Дизи. Иә. Дизи Energy нағыз қажеттілік. Қазіргі уақытта енді көп жүресіз, көп шаршайсыз. Осы бір энерджимен сусынданып, көңілге көтеріп алсақ. Иә, энергия керек қой. Пародия салу үшін де. Өте жақсы. Енді келесі сұрақ бізде былай болып тұр екен. Осы отандық танымал адамдарға пародия жасайсың. Дауысын саласың, образын аласың деген сияқты. Шетелдік танымал адамдарға пародия жасау ойда бар ма? Шетелдік ең бірінші болып, сол шетелден бастағам өзім. Майкл Джексоннан бастағам. Майкл Джексонды пародировать етіп, көп жерде өнер көрсеттім. Менде жаңағыдай копировать жасау Майкл Джексон бейді сондай. Әр сәті робот сияқты жүргені, деп қатып жүретін, бәрін жасай беремін. Деталін жасай аламын. Бізге енді оған қазір автокөлікте отырғанымыз сәл кедергі болды. Иә, кішкене мынандай как будто бір не бар сияқты, стена бар сияқты. Көліктің ішінде аңғайсыз, иә. Майкл Джексон, сосын тағы. Енді шетелден келді ғой брейк деген, брейкті да биледік шетелден бастап. Сонымен көріп жүрдім да, Майкл Джексонды қарасам көп адам билеп кетті. Мен одан да ешкім жасамаған нәрсені жасайын. Ешкім жасамаған дүниені қолдан келгенше тырысайын дедім да, техниканың дауысына көштім ғой. Бірінші болып бастадыңыз. Иә. Супермаркетке барам ғой. Сол кезде кассирларды жынды қылып кетем ғой. Кассада товарды. Мен айтып отырмын ғой, бауыржан, бізде қазақта эмоция жоқ, отыра береді. Иә. Енді Асқар мырза, ұялы телефоныңызда бола ма? Вот. Маған қызық, Асқар Көмекбаев плейлистінде, музыкалық плейлистінде қандай әндер бар? Менде қарай берсең болады, бәрі бар. Мен ностальгия жақсы көремін, баяғы әндер. Қазіргі әндерді жақсы, бірақ баяғы кездерді сағынамын, бауыржан, өзің білесің ғой. Баяғы әндер бәрібір өзіңді әлі ұстайды. Бір студенттік кезді сағынасың. Бұна қалай тау? Өсіп тұра беретін қой. Кепкені бұлай тежет киіп аласың, ішіне вандамы тағып аласың, толпшоны бар, толсоқ киіп аласың, ақпақ кроссовка. Ол өлмейтін әндер ғой бұл. Тыңдасаң, келей бересің ғой. Баяғыда брек билеп кететін. Ортаға ашыңдар дейсің да, ортаға кіріп алып. Сальто жасайсың, қолмен тұрасың, жерге жатып алып жібек істейсің бұлай. Болды ғой, қыздар шолайсың ғой. Соған мәссің ғой. Менің ойымша сізге осы бір жиынтықтарды жинап сату керек. Қазір мен ойлаймын, бұны қанша іздесең де, жаңағыдай іздеуге кірісіп барынша атын жазамын десең де көп жерде бір ұмытып қалып, еске түспейді. Лайфхак айтайын. Хиты 2006 деп жазасың, подряд шығарып береді аттарын. Сол жерде ютубтан названиясын көріп отырып, плейлистіңе көшіре бересің. Жаңағы капсула туралы айта кетейін. BB Partners ұсынған саумал. Тамақтың алдында 20 минут бұрын, немесе тамақтан кейін 20 минуттан кейін қабылдау керек. 3 реттен кем емес, 1-2 капсуладан қабылдау қажет. Соны ескертіп кетейін деген. Фьорджи. Black Eyed Peas. What you gonna do? Get on that jump, get side that jump. I'ma get you drunk, get you love jump up my hump, 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 Nostalgia. my hump, we living lost. Check it out. Yo! Качок, баста кепка.
Lamborghini, қыздар, шуба, самсететті деген бір доллар еді. I take you to the candy shop. I took you to the barber shop. Boy, girl, when you stop to go until you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. Біз анау өлең сөздерін білмейсің да, білетін жерге қосылып кетесің ба? Перешита деген жерін айтасың ба? Мен не тауып алдым? Қандай? Аш деген. Жолдасбек ән шығарды ғой. Есігіңді қағып тұрмын, аш деп. Кайф па? Әлі көп ішінде ностальгия түсе берді мен қарай. Бізде Қазақстанда бір Николь шықпады, соған ұқсайтын, соның стилде ән айтатын. Тағы таптым мен. Ой. Once again. It's a man. Come on, baby. I got the dance floor busted up. Анау да бар, Fam Like You деген де бар. Come on. Let's go. Crazy, I think your boy is crazy. Come on, baby. You got me losing my mind. You got me losing my mind. Crazy, I think the boy is crazy. Мына ремень жібермей тұр да десең. Сен билеуге ба? Жіберейін деп тұрсың. Сен осы ностальгияңмен қосып телефон сатып алсаң ба? Қымбат болады. Қымбат па? Рахмет сізге үлкен. Асқар мырза, бүгінгі біздің бағдарламамызға қонақ болғаныңызға үлкен алғыс, уақыт бөлгеніңізге творчестволық, шығармашылық табыс тілейміз. Дәл осы орайда Асқар мырзаға үлкен рахмет айта отырып, біздің демеушіміз Cherry компаниясына бізге ұсынған Tiggo 8 Pro маркалы автокөлігі үшін алғыс білдіреміз. Егер де Tiggo 8 Pro Cherry автокөлігі қызық болса, Райымбек 115-23 адресінде мекен жайында барып, тест-драйвтан өткізіп, тексеріп алсаңыз болады. Қоймада әрқашанда кез келген түсі бар. Және де егер де сатып аламын десеңіздер, барлық қаржылық бағдарламалар бар. Көріскенше күн жақсы болсын. Асқар мырза. Аман болыңыздар, шақырғандарыңызға рахмет. Түсірілімдер, гастрольдер, сұхбаттар мен кездесулер. Мұның бәріне мен күш қуатты қайдан алам? Мұндайда маған отандық өнім, саумал көмекке келеді. 40 түрлі дертке шипа болатын саумал өнімі енді капсулада. Тапсырыс беру үшін 8-727-225-10-20 нөміріне хабарласыңыз. Саумал, саулықтың сыры мен ұзақ жасаудың құпиясы.